Сәлем достар, сіздер Қазақ кино арнасындасыз. Бүгін мен сіздерге Бақылаушылар атты қорқынышта фэнтези фильмін түсіндіріп беремін. Фильм Ирландиядағы орманда басталады. Джон есімді ер адам жан ұшыра жүгіріп келеді. Ол көп ұзамай қайтар жол жоқ 108 деп жазылған белгіге жетеді. Жүгіре берсе де бір орында айналып жүргенін байқайды. Кенеттен қарғалардың үйірі пайда болады. Ал күннің батуға жақын қалғанын түсінеді. Қорыққан Джон ағашқа өрмелеуге тырысады. Бірақ тайып құлап түседі. Бір сәттен кейін көзге көрінбейтін бір жаратылыс келіп, оны сүйреп әкетеді. Келесі көріністе біз Ирландияның Голуэй қаласындағы үй жануарлары дүкенінде жұмыс істейтін америкалық қыз Минамен танысамыз. Басшысы оған бағалы алтын тотықұсты береді де, оны Белфасттағы зообаққа жеткізуді сұрайды. Мина келіседі. Өйткені күні бойы дүкенде отырудан шаршаған. Ертеңінде Мина тотықұспен бірге Белфастқа жолға шығады. Жолда оның егіз сіңлісі Люсиден дауыс хабарламасы келеді. Люси анасының қайтыс болғанына 15 жыл болғанын еске салып, бұл оқиға үшін өзін кінәлауды доғар деп айтады. Бірақ мұны ұмыту үшін Мина үшін оңай емес. Люси оны үйге келуге шақырады. Бірақ Мина аса қызықпайды. Көп ұзамай Мина орманды аймаққа кіріп кетеді. Мұнда жоғалған адамдар мен жануарлар туралы көптеген белгілер бар. Кенет радиосы өздігінен өшіп, көлігі де тоқтап қалады. Ол көлікті қайта оталдырмақ болады. Бірақ нәтиже шықпайды. Амалы таусылған соң сыртқа шығып, айналаны шолып көреді. Біраздан соң қайтар жол жоқ 12 деген тағы бір белгіге кезігеді. Мина мұны көріп, бұл жерде біреу тұратын шығар деп ойлайды да, сәл ілгері жүреді. Бірақ артқа бұрылған сәтте өз көлігінің жоқ болып кеткенін байқайды. Күн бата бастағанын түсінген Мина қатты алаңдайды. Сол сәтте жақын маңнан түсініксіз дыбыстар шығып, жер сілкінгендей болады. Ол біреудің жүгіріп бара жатқанын көріп, соңынан ереді. Ақыры ол шағын лашықты тауып, есік алдында тұрған кәрі әйелден тірі қалғың келсе ішке кір дегенді естиді. Жануарлардың айқайы күшейе бастаған соң, Мина оған сеніп ішке кіріп кетеді. Кәрі әйел өзін Мадлен деп таныстырады да, үйде бірге тұратын екі адамды көрсетеді. Киара және Дэниел. Олар тұрған бұл баспана кооператив деп аталады екен. Және бұл жерде біраз уақыттан бері тұрып келеді. Үшеуі қол ұстасып, екі жақта айна сияқты әйнекке қарайды. Мадлен әйнектің арғы жағында бақылаушылар деп аталатын орман жаратылыстары бар екенін айтады. Олар әр түні келіп, адамдарды бақылайды. Жаңа келген Мина оларды қарсы алу үшін алдыңғы қатарға қойылады. Бақылаушылар оны ұнатып қалғандай жылы қарсы алады. Тіпті оған торт жеуді ұсынады. Оған Дэниел де қосылады. Келесі таңертең Мина бұл адамдардың есі дұрыс емес шығар деп ойлап кетуге бел буады. Ол тотықұсты қолына алып, көлігін іздеуге шығады. Бірақ тез арада адасып, қайда бара жатқанын білмей қалады. Ол биік жартастың жиегіне келіп, айналаны түгел қамтыған алып орманды көріп, бұл жерден жаяу шығу мүмкін еместігін түсінеді. Көп ұзамай Мадлен оны қуып жетіп, қайтуға үгіттейді. Ол барлығы да қашып көруге тырысқанын, бірақ орман тұманында көзге елестейтін алдамшы бейнелер қашып шығуды мүмкін етпейтінін түсіндіреді. Сонымен қатар, орман ішінде күн батқанға дейін оларды қайтадан лашыққа апаратын қайтар жол жоқ деген белгілері көп екенін айтады. Ал егер сол белгілерден асып кетсең, кері оралу мүмкін болмайды. Мина бұл белгілерді кім қойды деп сұрағанда, Мадлен олар профессор деп атайтын біреу жасағанын айтады. Амалы қалмаған Мина лашыққа қайта оралып, олармен бірге қалуға келіседі. Келесі күні топ асық іздеуге шығады. Осы кезде Мина Киарамен жақындай түседі. Киара оған күйеуі Джон өткен аптаға дейін осында болғанын, бірақ көмек іздеуге кеткенін айтады. Бұл фильмнің басындағы жігіттің өзі. Содан кейін Киара Минаға бақылаушылар мекендейтін алып інді көрсетеді. Орманда осындай індер көп, бірақ бақылаушылар күндіз сыртқа шыға алмайды екен. Мина, сен бұл жерде қанша уақыт болдың деп сұрағанда, Киара өздері мұнда 5 ай бұрын Джонмен бірге келгенін айтады. Кейін кешкісін барлығы ошақ қасында жиналғанда, Мадлен Минаға бұл жердің тіршілік ережелерін түсіндіреді. Ережелер айнаға арқамен тұрмау, қараңғыда есікті ашпау, кейде түн ортасында міндетті түрде жарықта болу, індерге жақындамау, әрдайым жарық жақта қалу. Келесі күні Мина Дэниелмен бірге азық іздеуге шығады. Дэниел бұл жерде 8 ай бойы өмір сүріп жатқанын және бірде-бір бақылаушыны көрмегенін мойындайды. Мина мұны өте оғаш санап, Мадленнің оларға шындықты айтпай жүргеніне күмәндана бастайды. Ол Дэниелден індерді бірге зерттеуге көмектесуін сұрайды. Біраз ойланғаннан кейін ол ақыры келіседі. Дэниелдің көмегімен Мина арқанды пайдаланып іннің ішіне түседі. Шарпыны жағып, айналаны жарықтандырып көргенде ескі газет, сынған бейнекамера және бірнеше жұмсақ ойыншық сияқты түрлі заттарды табады.
Бір сәттен соң бейтаныс қол оған қарай ұмтылып, зақым келтірмек болады. Бірақ Дэниел дер кезінде арқанды лақтырып, минаны табылған заттармен бірге жоғарыға шығарып алады. Келесі көріністе мина жинаған заттарын топқа көрсетіп, бәрін қашу жоспарын жасауға көндіреді. Мадлен ережені бұзды деп күдіктенсе де, мина бұл заттарды орманнан тапқанын айтады. Біраздан соң Дэниел бейнекамераны жөндеп, оны теледидарға қосады. Олар оны есік алдына қойып, бақылаушыларды сырттай бақылауға шешім қабылдайды. Кешкі ас кезінде есік сыртынан жөтеліп, қағып тұрған бір ер адам пайда болады. Теледидардан оның аяқтары көрініп тұр, ал өзі Джон екенін айтады. Мадлен қатты таңғалады. Өйткені түн түскен соң тірі қалған адамдар болмайды. Ол минадан ережені бұздың ба деп сұрайды. Ал мина ақыры іннің ішіне кіргенін мойындайды. Бұл уақытта Киара күйеуін есік ашып кіргізгісі келеді. Бірақ Мадлен бұл бақылаушының адам кейпіне еніп алған түрі деп сендіреді. Киара оны сынап көру үшін қазір оқып жатқан кітабы жайлы сұрайды. Бірақ Джон жауап бере алмай қалады. Осы сәтте Киара оның күйеуі еместігін түсінеді. Бірақ ол әрекетке кіріспей жатып, бақылаушы шабуыл жасап, бейнекамераны да сындырып кетеді. Келесі таңертең топ мина алып келген заттарды жинап, қайтадан інге тастайды. Мадлен қатты ашуланып, минаны басқалардың өмірін өз тәжірибесі үшін қатерге тікпеуге шақырады. Мина да жағдайдың қаншалықты қауіпті екенін түсініп, енді ережелерге бағынуға уәде береді. Осыдан кейін мина балалық шағына оралатын естелік көрсетіледі. Ол анасының қаза тапқан күні еді. Сол кезде анасы көлікті жүргізіп бара жатқан. Ал Мина мен Люси артқы орындықта ойнап отырған. Барлығы жақсы болып жатқанда, Мина қолын әйнекке қыстырып алып айқайлап жібереді. Анасы артына бұрылып қараған сәтте, көлікті басқара алмай апатқа ұшырайды. Соққыдан анасы бірден қаза тауып, қыздар тек жеңіл жарақатпен аман қалады. Осы оқиғадан бері Мина өзін кінәлі санап, өткеннен арыла алмай келеді. Қазіргі уақытта орманда бірнеше ай өтіп қыс түседі. Азық азайғандықтан топтың арасындағы шиеленіс күшейеді. Дэниел мен Мадлен жиі ұрысып, Киара күйеуін сағынып жабырқаулы күйге түседі. Бір күні Дэниел мен Мадлен қатты ұрысып, Дэниел ашуға беріліп, Мадленді ағашқа байлап тастайды. Мина оны босатпақ болғанда, Дэниел Киараны ұстап алып, лашықтың есігін іштен құлыптап, екеуін сыртта қалдырады. Күн батқанда Мадлен Минаны бұтақтардан жасалған уақытша баспананың ішіне ертіп апарады. Сол сәтте екеуі алғаш рет бақылаушыларды көреді. Бұл тіршіліктер ұзын бойлы, жіңішке, өрмекшіге ұқсайтын қорқынышты жаратылыстар болып шығады. Олар лашық терезесінің алдында тұрып, екі әйелдің жоқтығына таң қалады. Ал Дэниел іштен айғайлап, бақылаушыларға әйелдердің сыртта екенін айтып, оларды аңдуға итермелейді. Бақылаушылар келісіп, орман ішін тінтіп іздей бастайды. Олар кетіп қалған соң, Мадлен мен Мина есікті қайта қағып, Дэниелден ашуын сұрайды. Дэниел бас тартқанда, Мина анасын өзі өлтіргендей сезімде жүргенін айтып, өзінің қорқынышын бөліседі. Мен жаман адам болсам да, сен мен сияқты болма дейді ол. Оның сөздері Дэниелді толқытып, ол ақыры есікті ашады. Ішке кірген соң Мадлен Дэниелді сөгіп, бақылаушылардың шынайы табиғатын ақыры айтып береді. Ол бір кездері бұл жаратылыстардың қанаттары болып, сиқырлы қабілеттерге ие болғандықтан перілер деп аталғанын, бірақ уақыт өте келе олардың жай ғана адам кейпіне ене алатын еліктегіш құбыжықтарға айналғанын түсіндіреді. Мадлен тіпті бір рет өзінің бұрмаланған бейнесіндей бақылаушыны көргенін баяндайды. Дәл осы сәтте бақылаушылар қайта келіп, лашықтың есігін қаға бастайды. Бұл ережелер бұзылғаннан кейін алғаш болып отырған жағдай еді. Топ өздерінің дауысын да естіп, бақылаушылардың адам мінезін тез үйренетінін аңғарады. Осы қауіпті сәтте Дэниел еден астынан жасырын люкті байқап қалады. Ішінде не барын білмесе де, олар бақылаушылардан құтылу үшін люкке түсуді шешеді. Біршама уақыттан соң, олар тамаққа, кітаптарға, сызбаларға және жаратылыстар туралы жазбаларға толы жасырын бункерге тап болады. Мина ескі компьютер тауып, онда профессордың бірнеше бейне жазбасын көреді. Олар оның есімі Рори Килмартин екенін және оның бақылаушыларды зерттеу үшін осында келгенін анықтайды. Бейне жазбалардың бірінде профессор 2009 жылы бұл жерге бақылаушыларды зерттеу үшін келгенін айтады. Ол бұл жаратылыстардың әйнек арқылы өзіне қарап, қимылдарын қайталауға тырысатынын баяндайды. Ол әрі қарай бункерді жасау үшін бірнеше ауыл тұрғынын пайдаланғанын және бұл жерде ғажайыптар елі деп атағанын мойындайды. Қорқыныштысы сол, зерттеулерін ешкім білмесін деп ол адамдарды бақылаушыларға жем қылған. Бір күні профессор бір бақылаушымен достасып, оның сеніміне кірген екен. Ол жаратылысты түрлі тәжірибелерді қолданғанымен ешқандай маңызды нәтиже ала алмады. Бір жыл бойы тұтқынға түскен періні зерттеген соң, адамдар мен перілердің өмірін өз пайдасы үшін құрбан еткені,
оны нағыз құбыжыққа айналдырғанын түсінеді. Соңғы бейне жазбасында профессор орманда қалып қойғандар қайтар жол жоқ 134 деген жерге барса, өзеннің арғы бетіне өтуге арналған қайық табатынын айтады. Сондай-ақ аман қалғандарға өз университетіне барып, барлық зерттеу жобаларын жоюды тапсырады. Видео соңында ол мылтығын алып, тұтқындағы періні өлтіруге жоғарыға көтеріліп кетеді. 2 рет мылтық дауыс естіледі. Бұл екеуінің де қаза болғанын білдіреді. Келесі күні топ профессордың нұсқауын орындап, тотықұсты бағыттаушы етіп, орман шетіндегі өзенге қарай жол тартады. Жолда Мадлен қасиетті тасқа кезігіп, бұл тас адамдар мен перілер арасындағы соғыстың белгісі екенін түсіндіреді. Бір кездері олар тату-тәтті өмір сүрген, бірақ уақыт өте перілер күшейіп, өзге нәсілдерге қауіп төндіре бастаған. Сол себепті адамдар оларды жер астына қуып жіберуге мәжбүр болған. Мадлен перілердің қалай жеңілгенін де баяндайды. Олардың қанаттары кесіліп, мәңгілікке орманда қамалған. Көп ұзамай аспан бұлттанып, жаңбыр жауа бастайды. Топ қайыққа жеткен кезде Дэниелге жаралы бір ер адам жақындайды. Ол өзін Джонмын деп таныстырады. Бірақ шын мәнінде бұл бақылаушы болып шығады. Қалғандары Дэниелді ескертіп үлгермей қалады. Жаратылыс шынайы бейнесін көрсетіп, Дэниелдің мойнын жұлып алып, оны бір сәтте өлтіреді. Әйелдер қатты шошығанымен қайғыруға уақыт жоқ. Олар қайыққа мініп, өзен арқылы қашып кетеді. Өзен орманнан тысқары болғандықтан, бақылаушылар тек қорқынышты көздермен қарап қала береді. Бірнеше сағаттан кейін үштік ақыры орманнан өтіп тас жолға жетеді. Олар бірінші кездескен автобусқа мініп, қалаға қайтады. Бірнеше күннен соң Мина профессордың университетіне барып, оның еңбектерін қарайды. Ол еңбегінде перілердің тарихы жазылған екен. Онда перілер құбыжыққа айналмай тұрып, адамдармен бірге өмір сүріп, тіпті достық және махаббат қатынастарында болғаны туралы ежелгі жазбалар бар. Адам мен періден туған балаларды гибрид немесе жартылай деп атаған. Мұндай перілер адамдарға еліктеп, тіпті марқұмдардың бейнесін қабылдай алатын болған. Мина суреттер жиынтығын көріп, қатты таңғалады. Келесі көріністе ол Киараның үйіне барып, білгенін бөліседі. Ол көрсеткен суретте Мадленнің профессордың әйелі екені анық жазылған. Бірақ ең таңғаларлық дерек, Мадлен 2001 жылы қатерлі ісіктен қайтыс болған. Мина лашықтағы Мадлен шын мәнінде перінің кейпіндегі еліктегіш болғанын сезеді. Ол тіпті профессордың зерттеуге соншалық беріліп кету себебі марқұм әйелін қайта тірілтуге ұмтылысы болуы мүмкін деп болжайды. Мұны естіген Киара, онда ол қалай күнді жүр деп сұрайды. Мина оның жартылай адам болуы мүмкін екенін айтады. Дәл осы сәтте үйге шынайы Киара кіріп келеді. Бұл Минаға үлкен соққы болады. Бұл уақыт бойы ол бақылаушымен сөйлесіп жүрген болып шығады. Киара үйге кірген сәтте бақылаушы оны бірден есінен тандырады. Кейін ол Мина кейпіне еніп, оған шабуыл жасайды. Ол профессордың алғашында өзін дос санағанын, бірақ кейін тәжірибелер үшін пайдаланғанын, ал одан құтылмақ болғанда өзін өлтіруге тырысқанын әшекерлейді. Сол кезде оны өлтіруден басқа амалы қалмаған екен. Бақылаушы адамдардың табиғатында сатқындық барын айтып, Мина да профессор сияқты өзін сатып кетеді деп сендіреді. Мина оған зиян тигізбеуін өтініп, өзінің гибрид екенін ашады. Ол күндіз еркін жүре алатынын да жартылай адам болғандықтан түсіндіреді. Мина бақылаушыдан адамдарға деген өшпенділігін доғаруға шақырып, ормандағы басқа құбыжықтардан өзін қорғап келгенін еске салады. Ол жамандыққа толы әлемде де мейірім бар екенін айтып, жалғыз қалмас үшін өзге гибридтерді іздеуге кеңес береді. Оның сөздерінен бақылаушы не айтарын білмей қалады. Көзге жас алады. Сол сәтте оның қанаттары мен адамдар тартып алған сиқырлы күштері қайта оралып, ол еркіндікке жетеді. Жаңа қуатымен ол дүние жүзіне таралған өзге гибридтерді табу үшін ұшып кетеді. Соңғы көріністе Мина көп жылдан кейін сіңілісі Люсимен қайта қауышады. Бұл оның ақыры кінәлілік сезімінен арылып, жаңа өмір бастауға шешім қабылдағанын білдіреді. Мина Люсиге орманда бастан өткергенінің бәрін айтып береді. Ол бақылаушының әлі де оны қорғап, періштедей бақылап жүргеніне сенетінін айтады. Фильм соңында көшеден Мина үйін сырттай бақылап тұрған кішкентай қыз көрінеді. Бұл бақылаушының тағы бір бейнесі еді. Арнаны қолдау үшін жазылып, ұнату белгісін басуды ұмытпаңыз. Көргендеріңізге рахмет.